Менің қазағым бүгінде өз елінде, өз жерінде отырып, өзінің ұрпағына ұлттық рухта тәрбие беремей жатқаны менің жанымда ауыртады. Сол үшін ғана осыны айтып отырғаным. Өйткені қазақтың тұла бойында тұнып тұрған адами асыл қасиет мол. Қазақ тұлмысынан таза, арамдықтан ада, қиянаттан шет, ешкімді бөлмейді, жармайды, алысты жақындатады, аразды татуластырады. Осы қазақтың бойындағы адами асыл қасиетті ұрпағына дарытса екен деймін. Ол тек қана тіл арқылы келеді. Тіл ұлттың жаны, рухының үні, ең құнды дүниесінің алтын қоймасы. Осыған елімде басшы да, қосшы да мән берсе екен. Қазақ халқына мәңгі қарыздармын. Өйткені қазақ бөлмеді, жармады, өзінің бауырына басып өсірген үшін мен сол үшін де қарыздар. Мен де бір қайтарым болсын деп, қазағым деп ерекше жұдырықтай жүрегімнің төрінен орын алады.